Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге қысқаша кино. Бүгін сіздерге «Побег из Шаушенко» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Ал мен әдеттегідей арнаны қолдап, пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Жаңадан келген көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Осылай жасау арқылы қазақ тілді арнаның дамуына көмектесесіз. Ал біз көп созбай киношолуымызды бастайық. Ты тот банкир, который убил жену, верно? 40-шы жылдардың соңы, Мэн штаты. Бұл жерде ірі банк вице-президентінің соты болып жатыр. Оның есімі Энди Дюфрейн. Бұл жерде жігіт өзінің әйелінің және оның көңілдесінің өліміне күдікті. Дюфрейн қылмысты мойнына алмады, бірақ сол күні ішімдік ішкендіктен ештеңе есімде жоқ дейді. Оқиға болардан бұрын әйелінің сатқынды жасағанын біліп, онымен ұрысады және әйелінің ажырасайық деген сөзіне қарсылық білдірген. Сол түні әйел бөтен еркекпен кездесу үшін кетіп қалады. Ал Дюфрейн барға барып ішімдік ішіп, кейін үйіне барғысы келді. Үйдің ішінде әйел бөтен еркекпен жүру керек еді. Ал Дюфрейн оларды үйден таппай, есіктің алдында пистолетімен бірге күтіп отырады. Ал бірнеше уақыттан соң мастығынан сауығып, пистолетті өзенге лақтырып тастайды. Осылайша ол қайтып кетеді. Ал таңертең оның әйелі мен көңілдесінің мәйітін қызметші әйел тауып алады. Оларды атып тастаған екен. Бірақ та Дюфрейннің өзенге тастаған пистолетін таба алмады. Соның арқасында тергеушілер жігіттің пистолетінен атылған дәлелдей алмады. Бірақ та басқа да табылған айғақтар жігітті кінәлі деп көрсетеді. Ал нәтижесінде сот Дюфрейнді кінәлі деп тауып, оны өмір-бақи бас бостандығынан айырады. Осылайша тағдыры жігітті Шаушенкоге алып келді. Бұл дегеніміз жаңа Англияның ең қауіпті түрмесі. Бұл жерде қатыгездік пен заңсыздық белең алған. Түрме басшысы Сэмюэл Нортон, дінді ұстанған 200 адам. Қолына Библия ұстап, коррупциямен де айналысады. Ал күзетшілердің басшысы Байрон Хедли. Дюфрейн түрмеге түскен кезде жаңадан келген тұтқынның бірін өлгенше тепкілейді. Энди осы жердің әдеттерімен таныса бастады. Жаңадан келген тұтқындардың арасынан күзетшілер қайсысы бірінші сынып қалатынына ставка тігеді екен. Эндидің сырт келбеті нәзік сияқты көрінгенімен, ол өте намысшыл жігіт. Және жігіттің осы қасиетін бір тұтқын бірден байқады. Оны барлығы Ред деп атайды. Дюфрейн киім жуатын жерде жұмысқа тұрды. Жігіт түрмеге түскеніне 2 ай болғанда Редпен жақын танысады. Ал Ред сырттан кез келген затты кіргізуге қабілетті. Жігіт түрме кітапханасынан шахмат тақтасын көргенде фигуралар жасау үшін өзіне кішкентай балға алдырады. Түрмеде өздерін сестры деп атайтын бұзақылар тобы бар. Олар үнемі жігітті ұстап алып, соққыға жығады. Жігіт әрқашан қарсы тұрғысы келеді, бірақ та көп жағдайда қолынан келе бермейді. Арада 2 жыл өтті. Дюфрейн Редтің арқасында түрме фабрикасының төбесін жөндейтін группаға қосылды. Ал бұл фабрикада көліктердің нөмірін шығарады екен. Жөндеу жұмысы кезінде Энди мықты юрист болғандықтан Хедлиге кеңес береді. Мұраны алу кезінде салықты болдырмайтын үлкен мүмкіндікті айтады. Ол үшін Хедли алдымен Эндидің айтуы бойынша жұмысшылардың барлығына салқын пиво берді. Ал сестер бандасы жігітті ұруға тағы да келгенде күзетшілермен қосып оларды өзі де ұрып жіберді. Осындай соққылардан кейін сестердің басшысы Эндиді енді қайтып мазалай алмайды. Енді жаймен деп Эндидің жаңа өмірі басталып келеді. Жігіт кітапханаға жұмысқа тұрды. Осында Брукс деген шалға көмектесіп жүр. Бірте-бірте кітапхана консультациялық кеңес беретін жерге айналды. Осы жерде жігіт күзетшілерге заңгерлік және қаржылай кеңес беріп отырады. Онымен қоса салықты толтыруға да көмектеседі. Осылайша жігіттің қабілетін бағалап, түрме басшысы да өзінің қаржылай жұмыстарын шешіп беруге шақырды. Жігіт осы жерде өзінің білімін қолданып, сонымен қатар почтадан кез келген жерге хат жібере алатын болды. Осыны пайдаланып, Дюфрейн Рэндалл Стивенс деген адамға құжат дайындауда. Негізінде ондай адам жоқ. Бұл жігіттің ойдан жасап шығарған персонажы. Осылайша жалған шот ашып, өзі үшін ақшаларды ығыстырып отты. Жігіт өз-өзіне айтып қояды. Бостандықта жүрген кезде мен адал адам едім. Тек қана түрмеге түскеннен кейін қылмыскер атандым дейді. Ол бір уақытта штат сенаттарын хаттармен толтырды және кітапхананы кеңейту туралы құрылым жасады. 6 жылдың ішінде ақшаны бөлетін жерге қол жеткізді және кеңейтуге арналған кітапханамен айналысты. Энди бірінші рет түрме карцерінде болды. Осы жігіттің арқасында түрмедегінің барлығы үлкен дыбыстағыштан алғашқы рет музыка тыңдады. Ал тағы 3 жылдан кейін кітапханаға деп ақша бөлінетін болды. Осылайша түрмедегілер білім алатын болды. Және осы жағдайды пайдаланып, түрменің басшысы халықтың алдына шығып, біздің түрмедегілер білім алып жүр деп мақтанады.
Кәрі шал Брукс мерзімінен ерте түрмеден шықты. Алайда бұл жаңалық оны қуантпады. 50 жыл түрмеде болған шал түрменің сыртындағы өмірге мүлдем үйреніспеген. Бостандыққа шыққан Брукс кішігірім қонақ үйден бөлме алады және дүкенге барып бумашы болып жұмысқа тұрды. Бірақ күн өткен сайын оның өмірі ауырлай түсті. Осылайша бір күні ол бөлмесінің жоғарысындағы ағашқа бұл жерде Брукс болды деп жазып қояды. Ал кейін сол жерге өзі дарғазылып қалды. Ал түрмедегілер Брукстың өлгенін оның жазған хаты арқылы білді. Және Энди кітапхананың атын Брукстың құрметіне қойды. Эндидің түрмеде жүргеніне осымен 20 жыл болды. Ал түрме басшысы Нортон Эндиді әлі де өзінің қаржылай құжаттарын толтыруға пайдаланып жүр. Түсінген боларсыздар, яғни Нортон түрме басшысы баспасөзге түрмедегілерге білім беріп жүрміз деп алдап, ақшалай сыйақы алып жүр. Ал Дюфрейн басқа тұтқындарға білім алуға көмектесіп жүр. Оның шәкірттерінің бірі Тони Уильямс. Энди жігітті жеке қарамағында оқуға және санауға үйретеді. Онымен қоса аттестат алу үшін тест тапсыруға да дайындайды. Эндидің оқиғасын білгеннен кейін Тони басқа түрмеде жүрген кезінде камераласының айтып берген оқиғасын баяндайды. Басқа түрмедегі адам клубтың бастығы мен оның көңілдесін бірге атып тастағанын айтады. Ал осы қылмыс үшін әйелдің күйеуін, яғни банкирді түрмеге қамаған екен. Сонда Энди әңгіменің өзінің әйел мен оның көңілдес туралы екенін бірден білді. Осындай жасалмаған қылмыс үшін Энди 20 жыл бойы әлі түрмеде. Осылайша дереу Нортонға келіп, менің істерімді қайта көтеруге көмектесші дейді. Бірақ та түрме басшысы мүлдем көмектеспейтінін айтты. Себебі түрме бастығы өзіне тегін жұмыс жасайтын қаржылай және заңгер мамандығын жібере алмайды. Эндиді карцерге ұзақ мерзімге қамады. Ал осы уақытта Нортон Тониді сөйлесуге шақырады. Ал Хедли болса вышкада тұрып, жігітті атып тастайды. Және бұл тірлікті жігіт түрмеден қашқысы келгендіктен жасадық деп түсіндіреді. Осыдан кейін Нортон Эндиға келіп, егер бізге жұмыс істемейтін болсаң, сенің таныстарыңның барлығын осылай өлтіре береміз дейді. Амалы болмаған Энди Нортонның сөзіне келісіп, карцерден босайды. Бір күні жігіт Редқа келіп, мен осы жерден шыққан кезде Сиотонехо қаласында қонақ үй ашатын боламын дейді. Бұл қала Мексиканың қасындағы Тынық мұхитының жағалауында орналасқан. Және Редқа айтады, сен де кел, сен маған сол жерде керек боласың дейді. Ред болса бұндай нәрсенің болмайтынын біледі. Себебі жігіт өмір бақи бас бостандығынан айырылған емес пе? Энди осы қаланың атын жаттап ал дейді. Және Редке Бакстон деген қала туралы айтты. Бұл қалада Эндиге таныс бір жер бар екен. Энди Дюфрейн сол орынды қалай табу керектігін Редке жақсылап айтып берді. Онымен қоса сол жердегі талдың қасына қорапшаны көміп тастаймын. Ал сен сол қорапшаны аламын деп уәде бер дейді. Осылайша Ред қорапшаны аламын деп уәдесін берді. Бұл жаңалықты Ред өзінің достарымен бөліседі. Ал отырғанның біреуі жақын арада Дюфрейн менен арқан сұрады деп айтады. Сонда барлығы қорқып, Дюфрейн ақылынан алжасып, өзін-өзіне қол жұмсамақшы деп ойлайды. Алайда Энди ешкімге білдіртпей түрмеден қашып бара жатыр. Сөйтсе Энди 1947 жылдың өзінде кішкентай балғамен жарға атын жазғысы келген. Осы кезде жардағы бетонның өте әлсіз екенін байқады. Ал кейін сол жерде әншінің суретімен жасырып, оның ар жағында жаймендеп балғамен тесе бастаған. Ал жардың құмдарын алаңға шыққанда шалбарынан жаймен төгіп жүрген. Редпен сөйлес болған күні үлкен найзағай басталды. Энди қазып қойған жерінен өтіп, канализация трубасына келді. Және құбырды үлкен таспен ұрады. Шаққа дегенде құбырды тесіп, сол арқылы сыртқа да шықты. Және өзімен бірге директордың кабинетінен ұрлаған су өткізбейтін пакет те бар. Осылайша Энди Дюфрейн жаңа өмірге аттанды. Жігіт құбырдан шығып өзенге келді. Ал өзеннен жүзіп шығып, түрме басшысынан ұрлаған костюм мен туфлиді киіп алды. Ал ертесіне Рэндалл Стивенстің атына жазылған шоттағы ақшаның барлығын алады. Түрмеде жатып белгісіз адамның шотына ақша аударып жүрген еді ғой. Сол ақшаны алып жатыр. Бұл жерде жиналған сумма $400,000. Ал кейін түрмедегі барлық былықтарды ашып, газет редакциясына хат жібереді. Осының нәтижесінде Хедлиді тұтқынға алды. Ал Нортон құжаттардың орнында Дюфрейннің Библиясын тапты. Бұл кітапта балға жасырылған із бен хат бар екен. Хатта былай деп жазған: сіз дұрыс айтқан екенсіз. Библия әрдайым құтқарады. Нортон енді түсінді. Энди түрмеден сынбай қашып кеткен ең жалғыз адам. Нортон полицияға берілуден қорықты және түрмеге түскенімен тұтқындардың арасында қор болатынын біліп, өз-өзіне қол жұмсайды. Редке открытка келген екен. Мұнда штамп басылған Форт Хэнкок қаласының суреті бар. Ал бұл қала Мексикада орналасқан. Осы хат арқылы Эндидің Америкадан Мексикаға өтіп кеткенін білді. Ал бірнеше уақыттан кейін Ред мерзімінен бұрын түрмеден шықты. Бостандықта Ред қонақ үйге келді. Ал бұл қонақ үйде бұрын қайтыс болған Брукс өмір сүрген еді.
және Брук жұмыс істеген дүкенде бұл да жұмыс жасайды. Осы кезде Ред ойланады, осындай қарқынмен мені де Брукстың өмірі күтіп тұр дейді. Бірақ та Эндиге берген уәдесі бұл нәрсені жасатқызбайды. Ол айтылған жерге келіп қорапшаны табады. Бұл жерде ақша мен хат бар екен. Ал хатта Энди Редті Мексикаға шақырған және қонақ үй бөлмесіндегі Брукс деген жазудың қасына бұл жерде Ред болған деген жазуды қалдырды. Ред мерзімінен бұрын түрмеден босатылғанның заңын бұзып Мексикаға аттанды. Ендігі болашақта оны ешкім аңдамайтынына сенімді. Осылайша Тынық мұхитының жағалауында Ред Дюфрейнді көреді. Дюфрейн көне қайықты жөндеп отыр екен. Бәлкім ол бұрынғы түрме адамының өмірінде жөндегенін білмейтін шығар. Осымен кино шолуымыз аяқталды. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал келесі бейнелерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.